керек бүгін храм алып тастаймын. Құдай қаласа енді бүгін Алла шипа берсін деп шүкірлосқа кірпінің еті, кірпі бар ғой, ешік шипа дейді ғой енді бұл. Бисмилля деп сорпа істедік алғашқы рет бүгін. Міне. Майлы болады екен ғой кірпінің еті. Көрсетіп берсеңізші. Бұл. Сойға мына жігіт міне. Телефон жазып кетем. Сойып береді өзі. Жаман кірпі аулайтын қақын үйреніп алғансың, Давид? Жен? Бұлардан үйренгенбіз. В общем, сол қазір білісе шейін деп жатырмын, кейін хабарын айтамын ғой, мақұл. Алысқа кетіп қалмаңдар, қазір жақын жерде отырыңдар. Асқазанға емеген деп қойыңызшы. Асқазанға шипа екен бұл. Алмас кеткен, ренжіп. Жігіттер тобының мүшесі белгілі әнші Айдар Тұрғанбек әлеуметтік желідегі өз парақшасында кірпетінен дайындаған сорпа ішіп отырған видеосын жариялады. Бейнежазбада ол кірпі сорпасының асқазанға пайдалы екенін айтқан. Алайда бұл видео желіде қызу талқыланып, көпшілік әншінің әрекетін сынға алды. Желі қолданушылары мұны жануарға жасаған қастандық деп бағалап, әншіні жауапкершілікке тартуды талап етіп жатыр. Сонымен қатар желі қолданушылары кірпі етін тұтынудың денсаулыққа зиян болуы мүмкін екенін жазған. Ал желідегі даудан соң әнші кірпі сорпасы жайлы видеоны өшіріп тастаған деп жазды Байрақ Медиа.